Қайырлы күн, қалдеріңіз қалай? 8 наурыз әйелдер мерекесінің қарсаңында оқырманым Астанадан маған осындай бір сыйлық салып жіберген екен. Қазпочтаға барып, бұл сыйлықты үйге алып келіп, распаковка жасайық деп, ұлым екеуміз ашсақ, ішінде керемет өзіме сыйлық ретінде алғым келіп жүрген бір зат бар екен. Бұл кушон еді. Кушон, сонымен қатар французский духи, оның қасында балаларыма шоколад, мерси шоколады және Рафаэлло салып жіберген екен. Жансая оқырманыма үлкен рахмет. Бұл маған керемет сыйлық болды. Өйткені 8 наурыз қарсаңында Алматы қаласында Қазақстан қонақ үйінде Алтын Емел залында болатын марапаттау рәсіміне баратын едім. Осы себепті бұл сыйлыққа өте қуанып қалдым. Ішінде міне мынандай пудрасы бар екен. Және де губкасы өте керемет. Бетке жақсаңыз, сухой емес, ылғалдандырып тұрады екен, бетіңізді жылтыратып. Мынау қасындағы запаскасы екен. Мұның ішінде де крем пудрасы бар. Бетіңе жаққан кезде бетің өте ылғалды, өзіңнің табиғи бетің секілді болып тұрады. Міне жолдасым екеуміз Қазақстан қонақ үйінің алдында марапаттау рәсіміне кірер кезде естелік болсын деп суретке түсіп алдық. Онан кейін бұл жерде де өзімнің оқырмандарымды кездестіріп қалдым. Бірі психолог, бірі дәрігер, осы қоғамға пайдалы бір іс жасап жүрген, еңбегі сіңіп жүрген қыз-келіншектер екен. Бұл марапаттау рәсіміне қоғамға пайдасы тиіп жүрген, еңбегі сіңген үйде ана, қоғамда пайдалы жан ретінде қыз-келіншектерді марапаттау рәсіміне шақырған болатын. Мына жерде жүргізушімен бір суретке түсіп алдым. Бетімді байқасаңыздар, сондай керемет болып, әппақ болып жылтырап тұр. Ал мына жерде өз-өзіме риза болып, мейірім төс белгісін төсіме тағып, өзіме алғыс айтып тұрған кезімнен. Әйел адам сыйлықты жақсы көреді ғой. Сол себепті өз-өздеріңізді жақсы көріңіздер. Басқадан сыйлық болмаса да, өз-өздеріңізге сыйлық жасап тұрыңыздар. Бұл өзіңізді жақсы көргеніңіз және өзіңізді бағалағаныңыз.